Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай керемет фри дайындайтын боламыз. Оңай дайындалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге осындай картоптан 5-6 дана картоп жетеді. Оны осылай турайтын боламыз. Қазір видеода көрсетілгендей. Осындай көлемде жет болады. Крахмалын кетіру үшін осылай салқын сумен жуып боламыз. 3-4 қайтара. Мінекей крахмал шығып жатыр. Соңғы рет жуып жатырмын. Крахмал кетті. Осы фреймізді енді кептіріп аламыз. Осындай қағаз сүлгіге кептіріп алсаңыздар болады. Жайып шықтым. Енді осы сүлгімен, қағаз сүлгімен кептіріп аламыз. Енді осы кептірілген картоптың үстінен тұз себеміз. Тұз сеуіп, майымызды қыздырып, қуырып аламыз. Қазір көрсетемін. Сонда фрейіміз дәмді болып шығады. Тұзбен осылай тұздап алыңыздар. Дайын болған картопымызды майға қуырып аламыз. Фрейді біз дайын болған кезде бұны әртүрлі фастфуд өнімдеріне қосып жесек болады. Донерге қоссаңыздар болады. Немесе балалардың өзіне жесе де болады. Әртүрлі фастфуд өнімдерінің қасына қойып жеуге өте дәмді. Ас болсын, дайындап көріңіздер. Осындай өте тамаша, дәмді фри дайын болды. Менің каналымды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пікір қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.